Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бүгін хризантема салатының рецептімен бөліскім келіп отыр. Тез әрі оңай жасалатын салаттың бірі дастарханыңыздың сәнін келтіреді. Ең алдымен майонезімізді бір салфанға салып дайындап аламыз. Салфанымыздың ұшын кесіп қоюымыз керек. Каналымызға тіркеліп лайк басып қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз өте маңызды. Алда талай қызықты рецептілермен бөлісетін боламын, сондықтан колокольчик батырмасын басып қойыңыздар. Мінекей салфанымызға салып алдық. Енді осының ұшын кесіп қоямыз. Әрбір салаттың үстін осы майонез арқылы жүргізгенде оңай болу үшін. Салатымызға кірісеміз. Ең бірінші ысталған тауық етін алып, қажет емес жерлерін алып тастаймыз. Және де ұсақ көбіктеп турап шығамыз. Осы тауық етінің орнына шұжықты пайдалансаңыздар да болады. Тарелкамызды алып, тауық етін орналастырып шығамыз. Әрбір слойдан кейін осы майонез салған пакетигімізбен осылай узор жасап шығамыз, бүкіл жеріне майонез жету үшін. Келесі слой қалбырдағы кукуруз. Осы тәтті жүгеріні алып, көз мөлшеріне салып шығасыздар. Өздеріңіз егер көп болған қаласаңыздар, молаңдау етіп сала бересіздер. Тағы да бір слой майонез жағып шығамыз. Келесі слой қалбырдағы шампиньон. Бірден алып, үстіне орналастырамыз. Оның үстін тағы да майонезбен жауып шығамыз. Келесі піскен жұмыртқа ағы мен сарысын бір-бірінен ажыратып аламыз. Жұмыртқаны қолмен ұсақтап турасаңыздар да болады, немесе күштен өткізіп салаттың бетіне сібе бересіздер. Өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай тура берсеңіздер болады. Мен осылай күштен емес, пышақпен турағанды жөн көрдім. Келесі слой осы жұмыртқаның ағын үстіне қойып шығамыз. Оның үстін тағы да майонезбен жауып шығатын боламыз. Енді ең бетіне жұмыртқаның сарысын үпкіштен өткізіп сеуіп шығамыз. Бүкіл жерін жауып шығу керек. Мінекей біз салатымыздың бетін бүкілін жауып шықтық. Енді әдемілеуге кірісеміз. Негізінен Принглстың чипсін пайдалансаңыздар өте әдемі шығады. Мен кез келген басқа чипстердің түрін пайдаландым. Өз қалауларыңызға сай осылай сәндеп шығасыздар. Және де ең бетіне укроп немесе петрушканы қойып, сәндеп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Мінекей біздің оңай әрі дәмді салатымыз дайын болды. Үй жағдайында жасап көріңіздер. Өте дәмді шығады, дастарханның сәнін келтіреді сөзсіз. Сіздермен болған Альмира. Каналымызға тіркеліп, лайк басып қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Алда талай қызықты рецепттермен бөлісетін боламын. Сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жазып кетіңіздер. Соңына дейін көріп тамашалағандарыңызға рахмет.